деген әскерге саптасыңды өлтір деп қолына темір таяқ ұстатып, егер оны өлтірсең аман кетесің дегенімен, сарбас саптасына мүлдем қол сала алмай, біраз ойланған соң таяқ тастай салып еді. Қарақшылардың атаманын нәген кезеп, сенің де отбасың, бала-шағаң бар шығар. Егер оларды аман есен көргің келсе, саптасыңды өлтір. Егер өлтірмесең, екеуіңді де ата салам дегендіктен, сарбас өзі үшін болмаса да екі қызының әкесі қалынан алаңдап, таяқты қайта аласыла саптасына қол салады. Фильм ұнаса ақш жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Әсілі сарбастар құпия міндет өтегіл кетіп бара жатқандарында ұшақтарына оқ тиіп құлағанымен сарбаспен бірнеше серік аман қалған болып, бірақ сол орындағы құралды қосынға ұсталып қалғандықтан олар сарбастарды неше түрлі әдіспен қинап, зынданға қамап, қосындарының ендігі жоспарын айтыңдар, сонда сендерді қоя береміз дегенімен, құпиялықтарын айтса, олардың қолынан қашып кете алмайтынын білген сарбастар алғаш ештеңе де айтпай, амалдап қашып кеткілері келгенмен әр жол қарауылдарға байқалып қалып, тіпті де ауыр жазаларға тап болып, уақыттың өтуіне байланысты кейбіреулер бұл қорлыққа шыдамағандықтан аман қалар ма деп ойлаған біреуі қарақшыларға қосындарының құпиялығын түгел әшкерелеп, нәтижеде қарақшылар оны қоя берудің орнына басында айтып өткеніміздей сарбасқа оны өлтір деп сарбасты қинап, ақыр аяғы сарбас үйіне аман кету үшін саптасын амалсыздан өлтірген еді. Бірақ қарақшылар сарбасты қоя бермей тағы да зынданға қамап, арадан қанша уақыт өткені белгісіз, бір күні өздерінің қосындары келіп, бұнда қарақшылар түгел жайратып, сарбаспен қоса тағы да басқа тұтқындалған әскерлерді құтқарып, сарбас аман есен еліне оралады. Ойпаңғыл сарбас елге келе жатыр деген хабарды естіген соң, дереу әуежайға келіп оны күтіп алып, екі қызы да әкелерінің аман келгенде қуанып, осылайдан сарбас отбасындағылармен қауышады. Бірақ үйіне қайтқан соң қыздары мен әйелі өзіне қаншалық көңіл бөлсе де, сарбас соғыста бастан кешкенін, өз қолымен серігін өлтіргенін ойлап, еш көңілді бола алмай, мінезде бір түрлі болып өзгеріп кетеді. Сондықтан да қыздары мен әйеліне бұрынғыдай мейірімді мәміледе болудан қалып, есік алдында ит үрсе де нәгәнін шығарып, сақты күйіне өтетінді табады. Оның өзгеріп басқа адамға айналғанын көрген Ойпаңгүл, бәлкім бірте-бірте барлығын ұмытатын шығар деген үмітпен жүреді. Бірақ уақыттың өтуіне байланысты сарбас інісі Том мен қыздар және әйелінің аралары бұрынғыдан да жақсы болып кеткенін байқап, мен жоқ кезде Том мен әйелім жақын қарым-қатынаста болған ұқсайды деп күмәнданып, Томнан сыр тартып сұрап көрсе, Том ештеңе де айтпай қойғанымен, бір күні кеште өз күмәнін Ойпаңгүлге айтса, Ойпаңгүл еш жасырмастан сен құрбан болып дегенді естігеннен кейін Том бізге жақсы қарайласты. Сондықтан арамыздың жақындағаны шындық, бірақ төсектес болмадық дегенімен, сарбас оның сөзіне сенбей, жанын шүпірекке тиіп әрең зорға үйге оралғанда, әйелінің өзін ұмытып, інісімен көңілдес болып кеткенде қатты ашуланып, жарым түн болса да бас ауған жаққа кетіп қалады.